Қазақ халқы үшін дәстүрлі дін ретінде исламның құндылықтары күнделікті өмірде өз орнын алғаны белгілі. Ар-ұжданның ақ туын көтерген ата-бабаларымыз кейінгі ұрпағына осыншалықты кең байтақ ата мекенді аман-есен жеткізіп мұра етті. Сонымен қатар бізге ең басты байлық дін дәстүрлерімен өрілген теңдессіз ділімізді, ұлттық болмысымызды, салт сана, әдет-ғұрпымызды атаның батасымен, ананың ақ сүтімен бойымызға дарытты. Ендеше жаным арымның садақасы деп мұсылманшылықта туып өткен сол ата-бабаларымыздың салып кеткен сара жолынан айнымау баршамыз үшін басты парыз. Қазір бір аятты алсақ, сол аяттың мағынасына сай мақал мәтел бар. Бір хадисті алатын болсақ, сол хадиске мағынасына мақал мәтел бар. Бұл нені айтады? Ата-бабамыз осы дінді ұстаған кезде салт дәстүрмен байланысып кеткен. Екеуін дін бөлек, дәстүр бөлек деп қарайтын адам қателеседі. Дәстүр деген адам баласының күнделікті өмір сүру принципі. Дәстүр. Дін дегенде сол. Құранның түскен мақсаты не? Құранның түскен мақсаты қоғамды жөндеу үшін. Тұнып тұрған конституция, заң. Қоғамды жөндеу үшін. Ал біздің салт дәстүрімізде өзіміздің ортамызды жөндеу үшін. Жалпы салт дәстүр, әдет-ғұрыпқа анықтама бермес бұрын бұл сөздердің шығу тегіне қысқаша тоқталып, бұл сөздердің түпкі мәні нені білдіретінін анықтау қажет. Сонымен дәстүр ұрпақтан ұрпаққа ауысатын тарихи қалыптасқан нормалар мен үрдістер, ол халықтың мінез-құлқының, іс-әрекетінің рухани негізі. Дәстүр мәдениетпен тығыз байланысты, сондықтан мәдениеті дамыған ел дәстүрге де бай. Ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, адалдық, әділеттілік, мейірімділік сезімдері озық дәстүрлерге жатады. Ежелгі түркі ғалымдары дәстүрді адамзат тарихы бойында мейлінше дамып, Аллаға ғашықтық ақиқатына жалғаған топ-тура байланыс құралы ретінде сипаттайды. Ал салт сөзінің қазақша мағынасына келер болсақ, қатты болу, берік болу, төзімді болу дегенді білдіреді. Егерде осы талдауларға сүйенер болсақ, онда салт дәстүр ұғымының мағынасы айнымайтын, берік қоғамның тұтастығы үшін жаратушы тарапынан жіберілген қағидалар жүйесі дегенді білдіреді. Яғни салт дәстүр әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы, қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үлгілері. Салт дәстүр ұлт үшін өмір сүру қағидасы, қоғам заңы болып негізделіп, сана, тағылым, тәрбие, тіршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық, өнеге тәжірибесін құраған. Өткен замандарда қазақ қоғамы үшін салт дәстүр бұлжымас заң рөлін атқарды. Мысалы, той, наурыз көже, қыз ұзату, қонағасы, шашу, ерулік ата салты болып саналады. Салт дәстүрдің ел арасындағы тәлімдік, тәрбиелік, халықтық мәні зор. Халықтың атадан балаға көшіп, дамып отыратын тарихи әлеуметтік, мәдени тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі дәстүр арқылы танылады. Салт дәстүр байлығы мәдениеттің байлығы. Мысалы, ата-ананы үлкенді құрметтеу, байғазы, көрімдік, сүйінші, кәде сұрау, сәлем беру және тағы басқалары салт дәстүрге жатады. Келіннің атаның алдын кесіп өтпеуі, сәлем салуы келіннің. Бұның барлығы дәстүр. Бірақ қандай дәстүр? Тәрбиелік мәні бар, қоғамды жөндейтін дәстүр. Осы тұрғыда дін менен дәстүрді бөліп қарауға бола ма екен, болмай ма екен? Әрине болмайды. Өйткені күнделікті өмірдегі қолданатын нәрсе дінімізде де, дәстүрімізде де. Сондықтан біз дін мен дәстүр деген кітап шығардық. Оның ішінде біздің дәстүрлеріміз дін менен біте байланысып кеткен жерлерін көрсеттік. Жалпы биылғы 2014 жылды да біз дін мен дәстүр жылы деп жарияладық. Осы 2014 жылы Құдай қаласа Қазақстанның барлық мешіттерінде осы дәстүрімізге байланысты іс-шаралар өтеді. Қазақ халқы ежелден ақ салт дәстүрге бай, оның түрлері де көп екені белгілі. Әдет ғұрып, ишара, ырым, тыйым, дағды бәрі осы салт дәстүр көрінісі. Ұлттық болмысымызға қатысты талай зерттеу істерін жүргізген тарихшыларымызда, филолог мамандарымызда, тіпті дінтанушыларымызда ата-бабамыздың ұстанған салт дәстүрі, әдет ғұрпы,
қасиетті ислам дінімен байланысып жатқанын дәлелдеп те жүр. Бұған бізбен бүкіл Орта Азия халқы ұстанатын Ханафи мазхабының да әсері мол дейді. Бұл біздің рухани дамуға өте жақын нәрсе. Сондықтан біздің қазіргі еліміздің саясатымыз әсіресе осы мынау дәстүрлерді көп ғасыр қалыптасқан дәстүрімізді сақтау, дәріптеу, оны жастарға түсіндіру. Бұл мынау Ханафи мазхабына да өте жақын. Неге десеңіз, Ханафи мазхабы мынау барған елдің ішіндегі осы мынау басқа ұлттарға дамыған да жалпы мынау олардың дәстүрлеріне ешқашанда қарсы шықпаған. Ханафи мазхабы елдің дәстүрін, мәдениетін дамытуға үлес қосып келеді. Ғалымдардың мәлімдеуінше, бүгінде әлем мұсылмандарының 70% осы мазхабты ұстанады. Олар түрлі мемлекеттер, түрлі жүйеде ғұмыр кешіп жатқан халықтар. Мұндай алуан түрлілік Алла тағаланың хикметі. Әрі ұлттың бір-бірімен ерекшелендіріп тұратын өзіндік салт дәстүрі, әдет-ғұрпы, мәдениеті бар. Дегенмен көп ұлттар мен ұлыстар арасында тек татулықты, бейбітшілікті, тұтастықты, ауызбіршілікті жақтайтын мазхабымыздың асыл екендігі осы тұста да көрініс табады. Біздің еліміз өзінің қазақы дәстүрлерінде сақтап келді, өзінің ислами құлшылық ғибадаттарында орындап келді, барлығын біріктіріп келді. Мысалға, исламның шариғаттың бір рәсімін орындаған кезде ол біздің бір дәстүріміз сияқты болып көрінеді. Немесе керісінше айтуға болады, мысалға біздің бір дәстүрімізді, қазақтың бір дәстүрін орындап жүрген кезде ол шариғатты орындап жатқан сияқты болып көрінді. Екеуі бір егіз нәрсе сияқты болып көрінді. Мысалға айта кететін болсақ, біздің мына шапан киіп алуы, сосын мына кимешек киініп алуы, бұл біздің дәстүріміз. Бірақ бұл дәстүр бізге қалай қалыптасып қалды? Жаңа Құранның ішіндегі аяттарға байланысты. Мысалы, әйел кісілер жаңағыдай шаштарын көрсетпей жауып жүрсін. Бізде оны ақ кимешекпен жауып жүрді. Солай келтірді. Бұларға сол әрі бізге дәстүр, әрі ол шариғаттың бір рәсімін орындап жатыр. Жеті нан пісіріп таратады. Шариғатта мысалға садақа берудің үлкен сауап екені айтылады. Сол садақаны көршілеріне, мұқтаж кісілерге таратасың. Жеті нан пісірген кісі не істейді? Жеті нанды пісіреді, көршілеріне, мұқтаж кісілерге таратады. Мысалға. Бұлай қарасаң, бір шариғат, сол шариғаттың бір садақа беру рәсімін орындап жатыр. Және қазақтың дәстүрін орындап, екеуін сен бөліп тастай алмайсың. Бізде егіз солай қалыптасып қалған. Мысалға, сәби дүниеге келеді, азан шақырып ат қояды. Біздің дәстүріміз. Бірақ ол, былай қарасаң, ислам дініндегі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның бізге көрсетіп кеткен нәрсесі. Әлеуметтік саланың әрқайсысының өзінің жолы бар. Мысалға, бізде бұрын жоспарлы экономика болса, қазір нарықтық экономикаға көштік. Бұрын оқудың басқа бір жүйесі болса, тәрбиенің басқа жүйесі болса, қазір тәрбиенің басқа жүйесіне келе жатырмыз. Ендеше біздің қазіргі мынау ұстанатын дәстүрлеріміз, ол әуелде діннен туындаған. Дін мен дәстүр екеуі диалектикалық бірліктегі нәрсе. Өйткені біздің мәдениетіміздің дінгегі дін болатын болса, рухани мәдениетіміздің өзегі де дін. Ал дәстүр сол рухани мәдениеттен өз бастауын алады. Дәстүріңді баққаның, үмітіңді жаққаның, салт дәстүріне, ұлттық ерекшеліктеріне зор мән берген елдің іргесі берік, келешегі кемел. Өзге елгенде барғанда да өзіңнің, өз мемлекетіңнің айырмашылығы бірден байқалады. Жүріс тұрысың, киім киісің, ырым жоралығың, тіпті қоғамдық орындардағы мәдениетіңде бөлек екенін білесің. Мұның өзі жаратушының әрбір халықтағы илахи белгілері, хикметі. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз мұсылмандардың өзге халықтардың теріс әдет ғұрыптарына еруіне тыйым салған. Өйткені өзгенің қаңсығын таңсық көріп, өзінің рухани құндылықтарын, қағидаларын аяқ асты еткен кезде иман да жоғалады. Сондықтан да дәстүр мен дін егіз ұғым болып саналады. Дәстүр де ұзақ жылдарды, көптеген тәжірибелерді, көптеген өмірдегі сынауларды, түрлі кезеңдерді өткізген біздің құндылығымыз болып саналады. Сондықтан да бұл дәстүрді бүгінгі заман ыңғай осылай ғой деп өзгерте беруімізге біздің ақымыз жоқ. Бүгінгі заман осыған келеді, бүгінгі заман жаңаласып заман деген. Ол жерде өзгертуге болады. Қалай? Мысалы үшін үй тұрмыстарыңызды мейлі жақсартыңыз. Орын енді немесе көлік, бүгін өмір сүру тәсілін сәл өзгертуімізге болады. Тіршіліктегі, әлеуметтегі мәселелерді. Бірақ дәстүрдің өзін өзгертуге болмайды. Өйткені бұл
бір жылда немесе бір ғасырда қалыптасқан дүние емес. Бұнда қанша ата бабаларымыз еңбегі бар, оның бәрін сақтау, оны келешек ұрпаққа жеткізу, ол біздің мойнымызда аманатымыз деп саналады. Қасиетті ислам дінін қазақ халқы 8 ғасырда қабылдады. Содан бері салт санасы, әдет ғұрпы, әдебиеті мен мәдениеті мұсылмандыққа бейімделіп, ақырында ислам діні халық ділімен біте қайнасып, ұлттық болмыстың ажырамас бөлігіне айналды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының биыл шығарған «Дін мен дәстүр» атты кітабында халқымызда қалыптасқан ұлттық дәстүрлердің, ділдегі ұғымдардың басым көпшілігі ислам дінімен бірге өрілгені және кейбірі хақ діннің негізінде пайда болғаны айтылған. Сондықтан ұлттық салт дәстүрлер төл мәдениеттің аясында қарастырылады. Ал әрбір халықтың мәдениетін, танымдық тұғырын айқындап беретін таразы сол халық ұстанған идеологиялық рухани жол, яғни діні. Осы себепті дін дегеніміз діл мен дәстүрдің негізі болып табылады. Ал халық дінін ұмыта бастағанда сол діннен қалған сарқыншақтар әдет ғұрыптарда ғана көрініс береді деп жазылған. Осы дініміз бен дәстүріміздің шынында да өте озық екендігін біледі. Сондықтан да бұл екеуін бөле қарамастан бір негіз ретінде тіліміз сақтау қаншалық қымбат болса, дініміз сақтау да соншалықты қымбат. Өйткені осы екеуі жоғалмаған жағдайда біздің тарихымыз бен әдет ғұрпымыз ортамызға оңай оралады. Жастарға да сіңіру оңай болады. Сондықтан да осы дәстүрлі дінімізді қайта қауышуға және кең уағыздауға барлығымыз бірде атсалысақ, Құдай қаласа нұр үстіне нұр болады. Енді бұл тек бір жақты ғана мәселе емес, тағы да айта кетедім. Жастарға бұл осы біздің жаңа айтып отырмын ғой, үш нәрсемізді барлығымыз білуіміз керек. Соның ішінде осы дініміз соның негізі болып табылады деп дін айтуымыз болады. Дегенмен дәстүрдің озығы да тозығы да болады. Заман өзгерген сайын ұлттың ажырамас бөлігі саналатын дәстүрдің кейбір элементтері де уақыт ағымынан қалады, немесе түрленеді. Мәселен, ерте замандарда кең байтақ жерде өмір сүрген тайпалардың, ұрулардың өзіндік салт дәстүрлері бөлек болғаны анық. Бірақ сол халықтардың жалғасы болып саналатын қазақ халқының нанымы мен танымы, салт санасы ислам дінімен бірге қабысып дамыды. Яғни ислам діні қазақ дәстүрінің қайнар бұлағы саналады. Тілімізде араб тілінен енген сөздер де бар. Әдет ғұрыпта сол халықтан енген. Олай болса, шариғат аясындағы көптеген салт дәстүрлерімізді дін исламнан бөліп қарауға болмайды. Еңселі ел болу үшін ақылға қонбайтын, ғылым білімге қайшы, адамзаттың санасын улайтын, имансыз ететін, негізсіз әдет ғұрыптар мен дәстүрлерден сақтанған жөн. Дәстүрдің тозығынан арылып, озығына ұмтылу да уақыт талабы. Біз ислам дінін 8 ғасырда қабылдаған елміз. Зорлықсыз, соғыссыз, өз еркімізбенен осы ислам дінін қабылдап Аллахқа иман келтіргенбіз. Дәстүрлі дін дегеніміз имам Ағзам Абу Ханифа мазғабы. Біздің ата бабамыз бүгінгі таңға дейін осы мазғапты ұстап келді. Біздің мазғабымыз Абу Ханифа мазғабы. Міне осы дін біз мазғапты ұстанып келе жатқандықтан біз дәстүрлі дін дейміз. Яғни ата бабадан бері бізге келе жатқан мазғап, жол. Осы жолды біз дәстүрлі дін дейміз. Дәстүрді жоққа шығаратын адамдар, ұлт жоқ дейтін адамдар мына Құранның аятына қайшы болып қарсы келген болады. Өйткені Құранда Аллах тағала бірнеше жерде келді. Әртүрлі ұлттан жаратқанымызды айтып келді Аллах тағала. Бізді сөйтіп жаратып қойды Алла. Сондықтан кейбір мәселеде біздің салт дәстүрімізді жоққа шығару мақсатын бұл дінді толық түсінбеген. Жалпы халқымыздың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, әдебиеті, мәдениеті ғасырлар бойы қалыптасқан басты құндылығымыз. Ал оны теріске шығарушылық адасқандықтың белгісі, имандылықтың төмендегенін білдіреді. Дін мен дәстүрді бөліп жарып, ара жігін ажырату хақ діннен хабарсыз екендігін көрсетеді. Бір сөзбен айтқанда, дін дәстүрдің таразысы. Ал илахи уахидің негізінде бекітілген діни рәсімдерді, ғибадатты, әдет ғұрып деп есептеуге болмайды. Өйткені олар Алла тағаланың тікелей әмір еткен амалдары. Ал салт дәстүр адамдардың арасында көп әдеттенгендіктен пайда болған дағдылар. Елбасымыздың өзі де саясат күнде өзгереді, ал дін мәңгілік деп атап өткен болатын. Қаншама ғасырлар, қаншама кезеңдер өтсе де, діни құндылықтар сол күйінде қалады да ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз беріліп отырады.
Ал адамзаттың асыл арманы да, мақсаты да сол мұратқа жету.